тартыла ма? Бұл дегеніңіз ана баласын емес, бала анасын бағып жүр дегенді білдірмей ме деді бізге сұхбат берген педагог. Өзі де көп балалы ана Гүлсім Сатыбалды. Қайыршылықты кәсіп еткеннің баласы тіленшілікті жұмыстың бір түрі деп қабылдауы әбден мүмкін дейді ол. Ал шетелден келген азаматтың базар маңында немесе көше кезіп қайыр тілеуіне заңмен тыйым салынбай ма деген заңды сұрақ туады. Бұл сауалға Алматы полиция департаментінің ресми өкілі Салтанат Әзірбек жауап берді. Сондай-ақ Алматы орталық мешітінің өкіліне де жүгініп мешіттен көмек сұрап келетіндердің санын білдік. Бала көргенін іледі. Осылай деген педагог Гүлсім Сатыбалды баласы үшін атана кез келген ауыр жұмысты істеуге барады. Бірақ ол таңдау тіленшілікке түспеу керек дейді. Өзі 4 баланың анасы, бірнеше кітаптың авторы, ақын келіншектің өзі де тағдырлы. Күйеуінің газбен жүретін көлігі жарылып, жолдасының денесінің көп бөлігін күйік шалғанда аяғына тұрып кету үшін бірнеше ота жасау қажеттілігі туындады. Сол қиын сәтте көптің көмегіне жүгінуге мәжбүр болдық дейді. Адам басына түскен сынаққа сынып кетпегенде ғана ол қиындықтан шыға алады деген Гүлсім, әсіресе баласының өмірін қауіпке тігіп көше аралап, қайыр тілейтін аналар балаларының болашағына балта шаппаса дейді. Сол көріністі көріп өскен бала, ол ертең ол балаға, ата-анаға жақсылық әкеледі, бір қуаныш әкеледі, бақыт әкеледі деп ойланбаймын. Ертең баласы да бақытсыз болып жүруі мүмкін, ата-ана да ертең сол баласынан зардап шегуі мүмкін. Кішкентайынан көріп өскеннен кейін, көз ашылғаннан ол соны көріп өскеннен кейін, әрине қалыпты жағдай. Ол осылай өмір сүру керек екен деген сияқты ол бала өзіне қалыптастырып алады да. Содан бала ертең өскенде сол ортадан, сол қалыптан шыға алмай қалады.